Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз алдыңғы видеода осы жерге дейін тоқып көрсеткен болатынмын. Енді келесі бөлігін жалғастырамыз. Алдымен менің каналымды жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бастаймыз. Алдыңғы екі бөлігінің бірінші өрімі. Екі рет өріп қоямыз. Бұл жерде енді мұқият болыңыздар. Ортасындағы екі жібіміз бізде қысқа жіп, сырт жағындағы екі жібіміз міндетті түрде ұзын болу керек. Шатастырып алмаңыздар. Біреуі ұзын, біреуі қысқа болса, алдын ала көріп түзетіңіздер. Міндетті түрде екі жіп, ортаңғы екі жібіміз қысқа, сыртқы екі жібіміз ұзын болады. Ал сырт жақтағы екі жіпті қысқаға болсаңыздар, өрген сайын жібіміз қысқара береді, артына келгенге де жетпей қалады. Сондықтан мұқият болыңыздар. Қазір осы жерден бастап екі бөлек, біреуі алды жағына кетеді, біреуі арт жағына кетеді. Арт жағын таспасын өріп жатырмыз. Енді бір талдан айтпай ақ қойын, бұл жерде сіздер көріп үйреніп алдыңыздар деп ойлаймын. Мінекей осылай арт жағының таспасын өреміз. Өріп болдық. Неге? Енді жерде қарап отырыңыздар, тура алдыңғы жағы мен артқы жағын түзулеп аламыз. Сол жерден біз табанның жібінен таспамыздың жібін өткіземіз. Ең бірінші бер жағындағы екі таспаны бір табанның астыңғы жібіне өткіземіз. Келесі екі таспамызды тағы бір табанның жібіне өткіземіз. Мұқият болыңыздар, бұл жерде екі бөлек жіпке өткізесіздер. Екі бөлек табанның жібіне өткізесіздер. Бірге өткізіп тастамаңыздар. Қатлап тартамыз. Кері қарай таспаның жібін кері қарай табанның жібін бірінші жібінен өткіземіз. Алдыңғы таспаның жібін өткізесіздер. Екінші таспаның жібін келесі жіпке өткізесіздер. Келесі табанның жібін өткізесіздер. Өйткені біз екінші бөлігін тоқуымыз керек. Бастаймыз. Таспаның жібінен біреу өткізіп, біреуін өткізіп, екі рет өреміз.
2 өреміз. Бір жіп өткізіп, екі жібін 2 рет өреміз. Міне аяқ киімнің жанындағы 8 өрімін өріп болдық. Енді біз аяқ киімнің мойнындағы моншақ өткізген жерін өреміз. Бір жібімізді қоямыз. Қарап отырыңыздар мінекей. Бірінші жіп пен екінші жіпті біз біріне бірін байладық, екінші жіпті байладық. 2 реттен байлап отырасыздар. Ең соңғы жібімізге біз моншақты өткіземіз. Әрине қаншымен кесіп аласыздар. Үшін жіңішкелеп моншақ өтетіндей қылып жасап аламыз. Бір моншағымыз кетті. Енді моншақ өткізген жіппен екінші байланған жіпті 2 рет байлаймыз. Сол байланған жіпті қайтадан айландырып отырамыз. 2 рет айландырасыздар. 2 рет байлайсыздар деген сөз, 2 рет айландырасыздар деген сөз ұқсас. Ең соңғы жіпке біз моншақты өткізіп отырамыз. Моншағымызды өткіземіз. Ең соңғы жіпке өткізіп отырамыз. Екі моншақпен өрімнің жібін бекемдеп байлаймыз 2 рет. Енді сол жіпке біз келесі жіптерді айналдырып байлап отырамыз 2 рет. Соңғы жібімізге моншағымызды өткіземіз. Әдемі өрнегіміз шығып келе жатыр. Мұқият болыңыздар, жіптеріңізді шатастырып алмаңыздар. Моншағымызды өткіземіз, бекемдейміз. Бекемдейміз. Соңғы жібімізге моншағымызды өткіземіз.
Мінекей біз 12 тал моншағымызды өткізіп тоқып болдық. Енді мына жерде екі жіпті сырт жағын алып, екі жіпті ортасына алып біз тоқып шығамыз. Енді мына жерде тоқылмай қапты. Біз мына жерде кішкене тоқып алуымыз керек. Біреу, екеу, енді біз астыңғы жіп пен үстіңгі жіпті екеуін қосып ашылып жабылатын жерін тоқуымыз керек. Осылай сырғып тұрады. Ары бері сырғып тұратын жерін тоқимыз. Аяқ киімді киген кезде қолайлы болады өзімізге. Жанын тоқып алдық, енді үстіңгі жағын тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, кем дегенде төртеу тоқыңыздар. Бесеу, екі жібіміз тура жетті. Артық жібімізді біз шығып тарқатылып кетпеу үшін астынан алып бекітеміз. Мынандай бос тұрса, тарқатылып кетуі мүмкін. Күйдіріп, жапсырып, шықпайтындай етіп қоюымыз керек. Байқаңыздар қолдарыңызды. Сол үшін біз жапсыратын тиын немесе басқа заттарды қолдансаңыздар болады. Мінекей тартамыз. Тартқан кезде қысқарады. Енді біздің алдыңғы бөлігіміздің жіптері қалыпты. Лайықтап кесіп аламыз. Моншақтарымызды өткіземіз. Осындай шықпайтындай етіп бекітіп қоямыз.
үстін қатарда 2 моншақ, астын қатарда 2 моншақ болу керек. Міне. Енді біз мына жерде бірдей етіп, біреуін алдыға, біреуін артқа болып қалмау керек. Теңдей етіп, табанымыздың жібіне, таспамыздың жібін өткіземіз. Екеуін бұл жерде 7 екен, енді біреу қосып өткіземіз. 2 жіпті, алдыңғы 2 жіпті бір табанның астыңғы жібіне өткіземіз. Мына жіпті келесі бір жібіне өткіземіз. Екеуін 2 бөлек өткіземіз. Қарап алайық. Екінші таспамыздың орнын анықтап алдық. Үшінші таспамыздың жібі тартып, кішкене тартыңыздар, өйткені бос болып қалса болмайды. Міне. Неге? Енді біз осы 3 таспаның астынан бір тесік шығаруымыз керек. Мынандай шамымызды дайындап аламыз. Шамға біз бізімізді қыздырып аламыз. Енді қыздырып алғаннан кейін мына 2 таспаның тура екеуінің ортасынан қыздырып алдық. Өстіп тесіп аламыз. Бұл тесік неге керек? Өйткені бұл тесік осы таспамызды астына қарай, жіптерін астына қарай түсіру үшін, әдемілік үшін. Жаннан шығарып бекітсек әдемі болмай қалады, сондықтан астына қарай түсіруіміз керек. Мінекей, енді бұл бір кішкене күшіміз алады. Осы 4 жібімізді осы бір табанның тесігінен төмен қарай түсіреміз. Кішкене күш алады бұл. Неге? Жібіміз астынан шықты. Енді біз мұқият осы жіптерімізді ақырындап шатасып тұрмай байқамасаңыздар шатасып қалады. Сондықтан шатастырмай тартуымыз керек бірден. Неге?
таспамыз берік, мықты таспа, жібіміз. Сондықтан үзіліп кетеді дегеннен қорықпаңыздар. Енді осыны біз лайықтап кесеміз. Осы жібімізді таманның астына күйдіріп бекемдейміз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аяқ киіміміз дайын болайын деді. Нағыз ханшайымдарға арналған аяқ киім. Өте керемет. Ура! Нағыз ханшайымға арналған қара торы ару аяқ киіміміз дайын. Сіздер де үйден тоқып көріңіздер. Рахмет!